Баршаңызға сәлем. Баклажанның пайдасы. Баклажан никотинге тәуелділікті жояды. Жаман әдетінен арылғысы келетін темекі шегушілерге рационға баклажан қосу ұсынылады. Баклажан артық салмағы бар адамдарға тиімді өнім. Баклажан төмен калориялы көкөніс. 100 граммға 28 килокалория ғана. Ол талшыққа бай. Ол ағзаны артық сұйықтық пен токсиндерден тазартуға көмектеседі. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе және баклажанды диетаңызға қосқыңыз келсе, онда олар қуыру кезінде майды көп мөлшерде сіңіретінін ескерген жөн. Бұған жол бермеу үшін кесілген көкөніс кесектерін суық суға 10 минут салып қою керек. Жалпы алғанда ең пайдалы баклажандар бұқтырылған және пісірілген. Өнімнің құрамына кіретін пектин ас қорыту процестерін жақсартады. Сонымен қатар бұл зат өт тоқырауына жол бермейді және қандағы артық холестеринді кетіреді, әрі қарай сіңуіне жол бермейді. Жүрек тамыр жүйесінің тиімділігін арттырады. Қатерлі ісіктің алдын алуға ықпал етеді. Насунин күшті жасуша мембранасындағы липидтерді ми жасушаларының зақымдануынан және бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайтын күшті антиоксидант. Сонымен қатар баклажандарда микробтарды, саңырауқұлақтарды жоятын мутагенге қарсы әсері бар және жаман холестерин деңгейін реттейтін хлороген қышқылы бар. Соның арқасында қатерлі ісік ауруының алдын алады. Бұл көкөніс хлороген қышқылынан басқа антипротекторлар болып табылатын тағы 13 фенол қышқылынан тұрады. Иммундық және жүйке жүйесін нығайтады. Көкөністің жемістерінде кездесетін мырыш пен марганец инсульттан кейін қалпына келуге көмектеседі. Ал қандағы қант деңгейін төмендету қабілеті баклажаны диабетиктерге қолжетімді өнімге айналдырады. Антисептикалық қалпына келтіретін және бактерияға қарсы қасиеттері бар. Қалыпты липидтер мен су тұз алмасуын қолдайды. Несеп қышқылының тұздарын кетіреді және жұмсақ диуретикалық және ісінуге қарсы әсері бар. Сондықтан бұл көкөністер әсіресе подагра, остеохондроз, остеопороз, бауырдың, бүйректің, асқазан мен ішектің бұзылуына, сонымен қатар іш қатуға пайдалы.